Дәрігер қыста қанша су ішу керектігін айтты. Медицина ғылымдарының докторы, диетолог Михаил Гинзбург суық мезгілде ағзаға қанша сұйық қажет екенін және шөлдегенде қандай сусындар ішуге болмайтынын айтты. Суық мезгілде терден бөлінетін сұйықтық мөлшері азаяды да, ағза бұрынғыдай көп мөлшерде су қажет етпейді. Бірақ ауа температурасына байланысты су ішу режимін әдейі өзгертудің қажеті жоқ дейді. Оның айтуынша, бұл мәселеде денсаулығыңызға назар аударып, су құйылған ыдыста әрқашан өзіңізбен бірге алып жүруіңіз керек. Адам суды қажеттілігіне қарай ішеді, бірақ судың қажет екенін жиі есте сақтауға тырысу керек. Су әрқашан көз алдыңызда тұрсын. Тек жүрек және бүйрек аурулары бар адамдар ғана тұтынатын сұйықтық мөлшерін дәрігердің ұсынысы бойынша мақсатты түрде азайтуы қажет дейді. Гинзбургтың айтуынша, шөлдегенде қарапайым су ішкен дұрыс. Басқа қолайлы сусындар көк шай және қансыз жидек сусындары. Минералды су ағзадағы су балансын сақтау үшін жарамды, бірақ барлығы емес. Шөл қандыру үшін сүтті немесе қантты сусындарды пайдаланудың қажеті жоқ. Өйткені мұндай өнімдерде қосымша калория бар. Дәрігердің айтуынша, қыста сусындардың температурасына ерекше назар аудару қажет. Құрметті көрермендер, ал сіз қыс мезгілінде суды көп мөлшерде тұтынасыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.